Саламатсыздар ма, қадірлі кітап сүйер тыңдармандарым. Әңгіме тыңдайық арнасынан сіздер әсерлі әңгімелер мен қызықты хикаяларды тыңдай аласыздар. Әңгімені соңына дейін тыңдап, өз ой-пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Бізді қашан атып аласың деп төбесінен тыраулап өткен жылқысы Сайрамбайдың төзімін қашыра түсті. Аңызды айналдыра жыртылған жер қап-қара болып, күн өткен сайын ортадағы сұрқай шеңберді тарылтып-ақ келеді. Бірақ өзі осында болғанымен, қиялы қара суда дүңкілдетіп қаз атып жүрген Сайрамбайға мына қарғыс атқыр жыртынды биыл бітпейтіндей көрінді. Сөйтіп жүгері құм болып жүргенде егістік басына агроном Әлкен келді. Әлкеннің егістіктің ауыл жақ шетінен келіп, атынан түскенін Сайрамбай алыстан көрді. Әлкен қасыма келер, екеуміз жып-жылы топыраққа құйрық төсеп отыра қалып, шылым шегерміз деп ойлағанды. Агрономның жыртындыға түсіп аяғын былғағысы келмей, өзін егістіктің жиегінен күтіп алмақ ниетін аңғарып, бұл да қырсықты. Жайшылықта күйіп тұрған трактор кабинасынан түсіп, әңгіме дүкен құрар сәтті қалт жібермейтін Сайрамбай Әлкеннің қасынан тоқтамай өте шыққан. Бұл жақындағанда шалбарын қаққыштап, орнынан тұра берген Әлкеннің тракторына газ беріп, тұсынан өте шыққанда артынан әлде не деп айқайлағанын жыбырлаған ерінен байқады. Сайрамбай, бюрократ неме, мылқау киноның әртісі болып тұра бер, деп қайырылмады. Әлкеннің бағасын түсіріп, мұның артынан далбақтап шабар жағдайы жоқ әрине. Екінші шеңбер жасап айналып келгенше күтіп тұра ма, тұрмай ма, ол жағында Сайрамбайдың шаруасы шамалы. Кетпесе тұрар, кетсе атасынан әрмен. Түрені топыраққа қос сүйем өнген ауыр соқаны сүйреп трактор қайта айналып жеткенше, Әлкеннің бір отырып, бір тұрған бейшара қалпын алыстан көріп, Сайрамбайдың айызы қанды. Агрономның тұсынан екінші қайтара өте беріп, тым болмағандай тер мен шаң басқан қара ала, торала жүзін әйнектен шығарып ыржиып күлген. Әлкеннің сіркесі су көтермей тұр екен. Сайрамбай біле тұра бұл жолы да агрономның қасынан 20 қадамдай өтіп барып тоқтады. Әлкен тұтығып сөйлей алмай қалыпты. Тракторынан әйелі ұл тапқандай ыржиып түскен Сайрамбайдың созған қолын да алмады. Мына егістіктің бабына кім жауапты, білесің бе? Деп амандық саулықтың орнына сұрақ қойды. Ойында ештеңе жоқ Сайрамбай. Әрине мен, деді. Оттапсың. Алдымен агроном, яғни мына мен жауаптымын, деді Әлкен өз кеудесін өзі түртіп. Алдымен егістік жердің жайын менен сұрайды, мен сенен сұраймын, білдің бе? Жыртқан жеріңнің тереңдігі неге технологияға сай емес? Әлкен міне көрдің бе дегендей жан қалтасынан метрлік рулеткасын шығарып, жыртындының тереңдігін өлшеді. 3 сантиметр тайыз жыртыпсың. Жартайдан бергі жұмысыңның бәрін списать етем. Әлкенмен 15 жыл істес бола жүріп, технология дегенді алғаш естуі ғой. Сайрамбай әуелде бұл нендей сөз деп ойланып қалды. Шу дегенде Америкамен соғысып жатқан бір мемлекеттің аты шығар деген. Әлкен рулеткасын суырып алып, көз алдына тақағанда ғана жетесіне бірдеңе жеткендей болды. Сайрамбай сауатсыз болғанмен жатып атар сөзге пәле еді. Ойпырмай, Әлкен-ай, 15 жылдан бері аузыңнан шықпай келіп, бүгін ғана менің сорыма айналған ол қандай технология, деді. Сөзінде шындық бар. Әлкен болғалы, жұмыстың сапасын тексеріп, мынауың жақсы, мынауың жаман деген жан емес. Әйтеуір агроном, осы ауылдың бастықтарының бірі деген аты бар. Егінді агроном емес, Құдай шығарады. Несіне арам тері болып Құдайдың бермесін тартып алам десін. Әлкен технологиялық талапты тексергенді қойып, егіс басына да сирек келуші еді. Агроном, жаңағы мені мазақ қылып кеткеніңнің жазасы ғой бұл, деп қалай айтсын. Қапелімде сөзден ұтылып, желкесін қасып тұрып қалды. Ұялған тек тұрмас демекші, сөзді басқа арнаға бұрғысы келіп. Қалай дегенмен де жұмысыңның тең жартысы далаға кеткелі тұр. Списать етем деген соң списать етем, деді. Сайрамбай, әкетай, балашаға бар ғой, бір жолға кешір, деп жалынар. Жалынған күнде де бірден келсе қоймай біраз шалқайып барып жығылармын деген бақа есебі бар еді. Сайрамбай жалына қоймады. Бұған Әлкеннің ит жыны келді.
Агроном басыммен егістікке келгенімді көре тұрып, неге тоқтамадың? Деді ол тиісудің жолын таба алмай. Әлкен-ау, мейірімің түсіп бригададағы ең жүйрік тракторды маған бермеп пе едің? Өзіңні мінгізген сол темір тұлпарың бас бермей алып қашты емес пе? Сайрамбай ырқ-ырқ күлді. Әлкеннің бұл сөзді күтпегені анық. Биыл жазда жұмысқа қыры жоқ жалқау Сайрамбайға бөлімшедегі ең ескі, ең шабан тракторды бергізген де өзі еді. Сайрамбайды сөзден жеңе алмасын біліп, Әлкен аңыз шетіндегі тұсаулы жүрген атына беттеді. Атына мініп жатып: «Сайрамбай, сен өлер жеріңді біл. Өлетін бала молаға қарай жүгіреді, деп менімен ұстаса берме», деп доңайбат көрсетті. Оған ыға қояр Сайрамбай ма? «Әзір болса мына керемет тракторыңды алып қоярсың. Одан мен аштан өлер деп педің?» деді айылында жимай. «Алсақ аламыз, солда қиын болып па?» деп Әлкен сызданды. «Өй, алсаң ала қойшы, мә, дәл қазір қанжығаңа байлап алып кет», деп Сайрамбай да қырсықсын. Екеуінің де шыдамының жеткен жері осы болды. Әлкен мен Сайрамбай ауыздарынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, қой деп басу айтар адам жоқ, ен далада бірін-бірі армансыз сыбасты. «Бүгіннен бастап бұл бригададан кетесің. Қазір бар да тракторыңды өткіз», деді Әлкен сөздің тоқ етері осы дегенге сайып. «Өй, тракторыңның құлағын ұрайын, өткізсем өткізем, қара судан қазатып жесем де аш қалмаймын», деп Сайрамбай өзеуреді. Ақыры Әлкен атын сауырға бір салып, жын ұрған адамша ауылға шаба жөнелді. Сайрамбайдың да қайтып келіп тракторға отыруының реті жоқ еді. Май-май күпәйкесі мен термосын қолтығына қысып, жаз бойы мезі қылған ескі тракторының шынжыр табанынан бір теуіп үйіне тартты. Үйіне келе жатып та жаңағы егіс басындағы ұнамсыз жанжалды есіне алған. Агроном деген тілдей қағаздың арқасы ғой, әлгі иттің көкіп жүргені. Қайда барсаң да төр соныңкі. Заң закун де ұдайы соның жағында. Құдай-ау, Құдай, әлгі итке қашанғы басындырып қоярсың, деп түңілді Сайрамбай. Өмірі тірі жаннан сөз естіп көрмегендей қатты шамданды. Шамданды деген аздық етер, Сайрамбай Әлкенге қаттақ кектенген. Осыдан Әлкен осы ауылда агроном болып тұрғанда, кіріптар болып тракторға отырсам ба, деп түйді. Сайрамбай жұмыстың не басы емес, не аяғы емес, тапатал түсте күпәйкесі мен термосын құшақтап үйіне кіріп келгенде әйелі Қатша: «Ау, жұмысың қайда? Совхоздың жаман тракторы тағы да сынып қалды ма?» деді. «Тракторының табышын ұрайын. Ол немесі неге өртеніп кетпейді? Жұмыстан мүлдем босанып келіп отырмын», деді Сайрамбай. Жығылған үстіне жұдырық әйелі Қатша әйелдігіне салып, Сайрамбайға қатты шаптықты. «Бөз-өкпе бейшара, сен бе, сен қатын балаңды асырай алмай тентіретіп жіберетінің нағыз өзісің. Әлкенмен ұстасып нең бар еді? Әлкен кім, сен кім?» «Бәрі де дұрыс қой, қатын баласын нәзер асырасынақ». Сайрамбайға әйелінің «Әлкен кім, сен кім» деген сөзі өтіп кетті. «Ей, иттің ғана қатыны, тіліңді тарта сөйле», деп ашу үстінде ұмтыла беріп еді әйелінің. «Әдірем қал, байғұс-ау, қатын сабағын сенің неңді алған?» дегеннен тосылып қалды. Тіптен: «Құдай-ау, Құдай, мына шіркін Әлкеннің қатынының табасына қалдырдың-ау», деп әйелі аңырап бергенде есі шығып қатты абдырады. Әлкеннің әйелімен дүкенге түскен жалғыз сеператорға таласып, ақыры Әлкеннің қатыны жеңіп кетіп, Қатшаның ауылды жерді ауадай қат бұйымынан айырылып қалғаны күні кеше ғана еді. Сол есіне түсіп, бода-бодасы шығып жылап отырған әйелін аяп кетті. «Қой шенді, ей, Қатша, қой, жаманарым шығарып, жылама», деп басу айтып әйелін әзер жұбатты. «Биыл қыс шыдайық, келер жазда мынау әудем жердегі қорыққа қорықшы болып орналасам. Қорық басында үйде даяр, мал ұстауға жағдайды жақсы», деді Сайрамбай. Қорыққа көшу Сайрамбайдың әйелінің көптен бергі арманы еді. Біріншіден, таяқ тастам жерде төркіні тиіп тұр. Екіншіден, қорықшы болып орналасқан адамның қай-қайсысы да 2-3 жылдың ішінде машина мініп күрсіп байып жатқанды.
Қатша Сайрамбай қорық жайын айтқанда ғана сабасына түсті. Бірден болмаса да байсалды қалпына келіп, әрі-беріден соң көңілдене бастады. Көңілденгені сол, кебежедегі ұнның арасынан соңғы сүрін шығарып, кешкісін Сайрамбайдың алдына бір табақ ет те тартты. Еттен соң Сайрамбай тісін шұқып, теледидар көріп жатыр еді. Қатша да тым болмағандай қасына жантайып: «Сайрамбай-ау, жазға дейінде біраз уақыт бар ғой, сол жазың тезірек шықса екен, жылдамырақ қорыққа жетіп алатын», деді. «Биыл Нұрбекжан да әскерін бітіріп келеді, оны да қорықшы қылып орналастырамыз. Екеуің қар кетісімен қорыққа барып, жұмысқа кірісе бересіңдер ғой. Оған дейін мен мына құры қопсыны бұзып, көшуге даярлай берем», деді Сайрамбай да шын пейілмен. Сайрамбай сол жүргеннен қыс түскенге дейін жұмыссыз жүрді. Әлкендей ешқайда жұмсай қойған жоқ. Анда-санда қарсы жолыға қалса, бірін-бірі көрмегенсіп бұрылып кетеді. Жұмыссыз, бос жүрген адамда қайбір қадір болсын. Ауылдастарының бірі амандасса, бірі амандаспай, Сайрамбай кәдімгідей сағы сынып жүдеп қалды. Сайрамбайдың жұмыссыз жүрген 2 айының бар пайдасы Қарасудан 2 қап қаз атып алған. Таза ауаның астында жүріп құс атқан неге жаман болсын? 2 айдың ішінде Сайрамбайдың шүйдесі шығып, қып-қызыл боп толыса бастады. Жұмысқа қырсыз болғанымен Сайрамбай атқан оғын мүлт жібермейтін мерген еді. Әр атқан оғы бір қаз. Ақыр соңы атып алған қазының санынан шатаса бастаған соң, алып жұлып бара жатқан жұмысы жоқ қой, Қарасуды жағалай жүріп, бос гильзаларының санынан атқан қазының есебін шығарды. 2 айдағы нәпақасы 47 қаз екен. Шаң-шаң болып, ақтаста жер жыртып жүрсем, мұндай олжаны маған кім береді, деп ойлады Сайрамбай. 47 қазың ең кемі 2 центнер ет. Қатша 47 қаздың мамығынан теңкиген 5 жастық жасап, есік алдына шығарып қойған. Жастық болғанда қандай? Әлкеннің әйелінің іштарлығы барын жақсы білетін Сайрамбай әйеліне: «Жастықтарыңды жоғарырақ, Әлкеннің үй жағынан көрінетіндей етіп қой», деп тапсырды. Мұндай доңайбаттың талайын көрген ғой. Әлкен мен әйелі қас қылғандай көшенің Сайрамбай үйі жағынан шыға қоймады. Керісінше, бұл жақтағы есік терезесін тарс бекітіп, көшенің келесі бетінен кіріп, келесі бетінен шығатын болды. Бір аптаға жеткізбей Әлкеннің әйелі аудан орталығына арнайы барып, дүкеннің 6 жастығын, «Мен саған байлық танытқанды көрсетейін», дегендей, оған қоса 2 кісілік мамық құс төсек әкелген. Ол да әкелген күннің ертесінде заттарын көшенің Сайрамбай үй жақ шетіне шығарып жарты күн қақты. Жаңа заттан ешаң болсын, бар ойы Қатша мен Сайрамбай екеуінің бірі көрсе деп еді. Қырсыққанда көшенің ол жағы да тым тырыс. Сайрамбай Әлкеннің әйелінің бұл әрекетінен Қатшаның ішіне қызғаныш түскенін айтпай білді. Өйткені Әлкеннің 6 жастығы мен 2 кісілік мамық құс төсегінің қасында Қатшаның 5 жастығының кәдімгідей бағасы төмендеп қалған. Сол күні Сайрамбай шоланына кіріп, қалған құтқан оқ дәрісін санап шыққан. Жалпы санын 15-ке әзер жеткізді. Тамыр танысына емініп жүріп, оқ дәрі жағын реттесімен Қатшаға: «Бұл иттерге ерегіскенде бізді 2 кісілік құс төсек жасалық, сонда қайтер екен», деді. Қатша: «Құс төсек жасау үшін ең кемі әлі де 40 шақты қаздың мамығы керек, оны қайдан аламыз?» деді. «Саспа, мына мен тұрғанда Қарасудың қазын қораңдағы малыңдай көр», деді Сайрамбай. Деуін десе де, аспанды торлаған ызғарлы бұлтқа қарап, алғашқы қардың да жақындап қалғанын ойлады. Жыл құсының Қарасуға қыстамайтыны анық еді. Үмітсіз сайтан ғана. Сайрамбайда нар тәуекел деп Қарасуға барып қайтты. Күз бойы қамыстың арасын қиқуға толтырып, бықып отыратын қараша қаздың бірі қалмапты. Құсы кеткен көлдің көңілсіз, құлазыған көрінісі Сайрамбайдың да еңсесін езіп жіберді. 2 ай бойы иесінің атып алған қазының бас сирағын жеп, дәндеп алған иті де Сайрамбайға мөлие қарап қарсы алдына отырып алды. «Сайрамбай-ау, қазы кеткен мына көлдің басында неғып отырмыз?
Екеуміздің солбырайып бос қайтқанымыз қалай болды осы, дегендей ауық-ауық аспанға мойнын созып ұлып қояды. Сайрамбай: тәйтәрі, тойымсыз неме, жаз бойғы дәуренің аз болды ма? Деп итін қақ маңдайдан бір тепті. Қап, құс төсек жағын ертерек ойламағанымды қарашы. Әлкен итке көз қылып есік алдына жайнатып іліп қойсам, абырой болатын ақ еді, деп Сайрамбай қатты өкінді. Құсы кетіп құлазып қалған көлде көңілдің құтын қашыра түсті. Мұндай сәтсіздікті мойындағысы келмей дәніккен иті де мойнын көкке созып ұлуын қоймады. Иттің даусынан шошып, көл үстіне қос шүрегей көтерілген. Сайрамбай машық әдетімен екі шүрегейді екі басып қалып қойған қаз болса енді көтерілер деп көлдің қамысты тұстарына үміттене көз жүгірткен. Тым тырыс. Мылтық даусынан шошып көтеріле қойған қаз жоқ. Қос шүрегейдің аспанға ұшқан мамығына қарап, бұл жолы да оғының зая кетпегенін білді. Бірақ қуана қойған жоқ. Иті суға қойып кетіп екі шүрегейді де алып шығып, Сайрамбайдың табанының астына тастады. Сайрамбай аяғының астында жаны шықпай тыпырлап жатқан еті де, мамығы да аз қос шүрегейге көңілі толыңқырамай, ұзағырақ қарап тұрып қалды. Қаздың мамығынан жасалмақ құс төсектің биыл болмасын түсініп, дүкенде сеператорға таласып жатқан Қатша мен Әлкеннің әйелін, аңыз басында бірін-бірі армансыз сыбасқан өзі мен Әлкенді көзіне елестетті. Әлкенді шамдандырған өзі еді, оған есесі де кетпеген сияқты. Ал Қатша болса, сол сәтте есіне Қатшаның: байқұс-ау, Әлкенмен ұстасып нең бар еді? Әлкен кім, сен кім? Дегені түсті. Әй, қатын байқұсты да текке кінәлаймыз-ау. Шынында да құс төсек жайын ертерек неге ойламадым екен? Құдай біледі, Әлкен болса соның бәрін күні бұрын кесіп пішіп тастай қылар еді, деп түңіліп, табанның астында жатқан қос шүрегейді итіне қарай ысыра салды. Қыс түсіп егіншілік жұмыстарының тоқтауына орай Әлкен мен Сайрамбайдың арасындағы дау да бәсеңдеуге тиістеді. Өйткені агроном да былайғы уақытта ауылдың қарапайым тұрғындарының бірі ғана тұғын. Жаз бойы егінге түскен бұзау торпақтан басталып, әр үйге үлестірілетін саба мен шөптің төңірегінде аяқталатын барша дау дамай да бәсеңсіп, агроном Әлкеннің де адам сияқты әркімге бір ісі түсетін кезі келгенді. Керісінше бұл осы ауылдың маңдайға басқан жалғыз қасапшысы Сайрамбайдың қадірінің артатын кезі. Бұл ауылда соғым соймайтын үй жоқ. Соның қай-қайсысы да Сайрамбайға кіріптар болып, Сайрамбайды ғана сөз етіп, ой сәке, жоғары шығыңыз деп төрінен орын берер күнді қасапшының өзі де әйелі де сарғая күткенді. Жылқышы Теміржан жекеменшіктің жылқысын таудан ауылға құлатқан күні Сайрамбай да елмен бірге соғымын ұстауға шықты. Жылқышы Теміржан жұрттан бұрын мұның алдынан шығып, атынан түсіп сәлемдесті. Сәке, биыл соғымға тор құнаныңды ұстайтын шығарсың. Дәуде болса, өзім де Құдай біледі, біздің сәкең биыл торы құнанын соятын шығар деп, өз соғымымен бірге совхоздың сұлысына жасырын жайып едім, деді жылқышы Теміржан. Сайрамбай да: бәрі де заңды ғой, соғымыңды мен соятын болғандықтан, менің құнанымды семіртпей кімнің құнанын семіртейін деп едің, дегендей сөйлесек қана. Рахмет шырағым, деді. Сол-ақ екен, ауылдастары Сайрамбайды қаумалай қоршап, құрақ ұшып сәлемдесіп жатты. Арасында жаз бойы жұмыссыз сенделіп, әй кәпір атанып жүргенінде ыңыранып әзер амандасқандары да бар. Әрине, Сайрамбай олардың жаз бойғы қорлығын ұмыта қойған жоқты. Ауылдастарының кейбірінің ұсынған қолын алмай, сүлесоқ бас изей салып, ал енді кейбірі мүлдем елемей, Сайрамбай қадірін біраз арттырып алды. Ақыры маңғазданып тұрып, саңқ-саңқ еткен салтанатты дауыспен: ағайын, биыл жылдағыдай емес, соғым кезекпен, тәртіппен сойылады. Мұндайда әділдік керек. Ертең біріңнің соғымыңды кезексіз сойсам, екіншің өкпелейсің, деп жұртына жар салды. Алдымен Сайрамбай менің соғымымды сойса екен деген мысық тілеу бола тұра әркім-ақ: сәкең дұрыс айтады, соғым кезекпен сойылсын.
Біздің Сайрамбайдың алақолдылығы о бастан жоқ қой, десіп шуласты. Мұндай қолпаштан соң Сайрамбай талтаңдап мүлде жүре алмай қалды. Құрығымен ноқтасын сүйретіп, биыл соғымға соймақ торы құнанына беттей беріп, көзінің қиығымен Әлкенді іздеген. Жұрт қатарлы соғымшыға құрмет көрсетер беті жоқ, айдалада жалғыз тұр екен. Жүзің күйгір қара бет, тірі жанға керексіз болып тұр солай, дегенді қабағымен аңғартып, Сайрамбай табалай қарады. Әлкен жүзі шыдамай көзін тайдырып әкетті. Осы ауылдағы құдайдан тілеп алған екі бастықтың бірі еді ғой. Жазда осыған тағы да күніміз түсер-ау деген тірі пенде жоқ. Жұрт соғымын ұстай алмай әуреленіп жүріп, Әлкенге бұрылып та қарамастан Сайрамбай кеткен тұсқа ауды. Қаумалай жүріп соғымын ұстап беріп, ол аз десе Сайрамбайды торы құнанының үстіне көтеріп отырғызып жіберді. Сайрамбай торы құнанын борбайлап жылқы арасынан шыға бере, Әлкенге тағы бір қараған. Соғымын қуып ұстай алмаған Әлкен, шарасы таусылған соң ағаштың түбіріне құйрығын төсеп, шылым шегіп отыр екен. Екеуінің көзі тағы да түйісіп қалды. Сайрамбай баяғы аңыз басындағы әдетінше Әлкенге қарап қасақана ыржиып күлді де, торы құнанын қаттырақ тебініп, жылқы арасынан суырылып шыға берді. Бұрынғыдай емес, өз-өзіне сенімді, атқа да нық. Дәл осы қалпында Сайрамбай ата жауын тас-талқан етіп жеңіп, ол аз десе қатын баласын құлдыққа түсіріп, байлап матап әкеле жатқанда ертегінің батырына ұқсайтынды. Есік алдында Сайрамбайды қобыландыны күтіп алған құртқадай болып қатша күтіп алды. Ол да талайдан бері, шіркін, соғым сою қашан басталар екен, соғымшының әйелі болып тұрып, әр үйдің төріне жайғасар күн тезірек келсе екен, деп Сайрамбайдан бетер болып жүргенді. Әдетінде жоқ қылық көрсетіп, Сайрамбайды атынан қолтығынан демеп түсіріп алып, әлгіні көрдің бе, деді. Сайрамбай жауап берудің орнына қатшаға қарап күлімсіреп көзін қысқан. Қатшаның әлгі дегені әрине Әлкен. Ал Сайрамбайдың көзін қысқаны Әлкен итті қатырып келдім дегені еді. Кешкі шайдың үстінде Сайрамбай қатшаға, әлгі иттің жігерін құм қылып, өзі келіп аяғыма жығылғанша соғымын соймай біраз салпақтатармын-ау, деді. Жаман қатыны да пұшықтанауын көкке көтеріп, адам менсінбей кетіп еді. Сөйтсең сөйтші, Сайрамбай. Біздің де анау-мынау емес, ел жұртқа қажетіміз бар екенін білсін, деп қатша қолтығына су бүріккенде. Жоқ, сонда деймін-ау, жаман тракторын алып қойғанда мені өлі қалды дедім екен, Мені әкетай қоя қойшы деп жалынады деп ойлады-ау, ит неме, деп Сайрамбай мүлдем есіре түсті. Не де болса сен биыл соғымды сойып бере қойшы дегендерге бірден елп ете қалмай, бағаңды арттырыңқырап барып келіс. Осы күнгінің адамы қорыққанын ғана сыйлайтын болып жүр ғой, деп қатша нығарлады. Енді ше, бұл ел менің қадірімді білмей жүр. Ертең қорыққа көшіп кетсек, соғым сойар адам таба алмай бұлар менің артымнан талай-талай іздеп келер-ау, деді Сайрамбайда. Сайрамбай мен қатша қызды-қыздымен біраз жерге барысты. Біраздан бері өздеріне өздері келіп, тіпті өңге жұртқа астамшылық танытқандары осы еді. Сайрамбайдың үлкен қызы электр шайнекті 3-ші мәрте еселеп әкелгенде қатша. Шіркін-ай, Әлкеннің әйелі соғымым күн өткен сайын жүдеп барады. Сайрамбай-ау, басараздықты қойып сойып берсеңші енді, деп жылап келер күн болар ма? Әй сонда, ей жаманқар, соғымыңды былтыр менен тартып алған сеператорыңа сойғыз, дер едім-ау, деп арман қылып отыр еді. Жыл сайын соғым ұстау басталар алдында Сайранбай аш қасқырша жалмаңдап, әр үйге бас сұғып, реті келген үйден 100 грамды сұрап ішіп жүретін. Биыл керек адам өзі іздеп келер дегендей үйінен шықпай жатып алды. Соғымды алдымен сойғызатын жылқышы Теміржан Сауранбай үйінің табалдырығын кәдімгідей имене аттады. Жылқыдағы малының жай күйін айтып, Сайранбайды біраз жібітіп алып, «Сәке, менің алдымдағы жылқыңның 1 жылдық ақысын төлемей-ақ қоярсың. Жаз бойы жұмыссыз жүргеніңді көзім көрді ғой», деді ағайыншылық танытқансып. Сайранбайдың бұған іші жылып қалды. Қатшада, «Қайным-ау,
ағаң жаман тракторынан айырылғанымен ағайыннан айырылған жоқ, сыйға сый деген. Сайрамбай биылғы соғым союды бұйыртса сіздің үйден бастайды ғой, деді. Соны күтіп тұрғандай Сайрамбай да пышақ балтасын сайлап жинала берді. Жылқышының соғымы семіз болды. Соғымның аяғын буып, бауыздар алдында жылқышы Теміржан: «Сәке, мынау бауыздау жартың», деп бір шөлмек ашты. Ішіне 100 грамм түсіп, көңілденген Сайрамбай соғымды ықыласпен союға кіріскен. Терісін түсіріп, соғым союдың ең қызық сәті, қазысын тілер кезде үй иесі: «Мынау қазы көрерің», деп екінші шөлмектің тығынын ашқанда Сайрамбай: «Құдай-ау, бар екенсің ғой, жаз бойғы наламды ескергеніңе мыңда бір рахмет», деп іштей тәуба қылды. Түс ауа Сайрамбай мен Қатша жылқышы Теміржанның төрінде қызара бөртіп қуырдақ жеп отырды. Жылқышы Теміржан қуырдаққа көрші көлемін түгел шақырды. Жаз бойғы той-томалақтың төрін бермейтін Әлкен мен әйеліне қуырдаққа жиналған жұрттың босаға тұсынан орын тиді. Әлкен мен әйелінің соғанда риза болар реті бар сияқты. Себебі жиналған жұрттың әммесінің бейілі төрде жастыққа жантайып жатқан Сайрамбай мен Қатшаға ауғанды. Қуырдақ үстіндегі сөзде Сайрамбайдың соғым сою шеберлігі, Сайрамбайдың елгезектігі турасында болды. Көршілер соғымының қуырдағынан ауыз тиіп, үйіне қайтқан соң да Сайрамбай мен Қатша жылқышының үйінде ұзақ бөгелді. Жұрт тарқап, Теміржанның әйелі төртеуі асықпай отырып шай ішті. Шай үстінде үй иесі тағы да бір жарты ашып, әйелі Қатшаға: «Жеңеше, мынау қайнағамның жолы», деп кездеме берген. Бұл сәтте әбден қызып алған Сайрамбай Теміржанға: «Жазды күні де сәлемің түзу болсын, келер жылы да соғымыңды маған сойғызатыныңды ұмытпа», деп көзі қызарып тиісіп отырғанды. Түн ауа жылқышы Теміржан Сайрамбай мен әйелін үйіне ат жегіп апарып тастады. Жаз бойы тірі жанға қажеті болмай, қара судан қаз атып, көңілін аулап келген Сайрамбай биылғы соғым кезінде қатты кергіді. Жазықтың белуардан келген қою бетегесін жұлып жеп, жаз бойы әбден семірген соғымын арықтатпай, жылдамырақ сойып алғысы келген жұрт та асты үстіне түсіп, Сайрамбайды тым есіртіп жіберіп еді. Әркім бір күн, 2 күн бұрын Сайрамбайдың алдынан өтіп, әрі бердесін бір-бірімен сөзге келісіп, кезекке тұрып әуреге түсті. Соғымын сойдыратын адам таң қараңғысында келіп, Сайрамбайды шанамен алып кетеді. «Мынау шанамен арнайы келіп еді-ау», деп Сайрамбай тұра қалса жақсы. Түндегі қуырдақтың үстінде сілейтіп ішкені бар. «Күтпей қайда барар дейсің, соғым еті керек болса күтеді де», деген пендешілігі және бар. Сайрамбай керіліп созылып, әйтеуір тұрады-ау бір уақытта. Соғым иесінің құрақ ұшқан ілтипатын аса елемей, басы зеңіп, теңселіп ұзағырақ отырады. Басын қайта-қайта ұстағыштап: «Басым ауырып отырғаны», дейді. Сайрамбай басым ауырды дегенде, бір аптадан бері соғымын қорасында әзер ұстап отырған соғым иесінің не жаны қалсын. «Ойбай, Сайрамбай екесі-ау, сол да сөз болып па? Біздің үйден-ақ жазамыз. Арақ итіңнің ағы да көгі де баршылық, Аллаға шүкір», деп жік-жаппар болады. Кешкісін удай мас Сайрамбайды шанаға көлденең салып әкеліп тастау да соғым иесінің міндеті. Сайрамбай таңертең күннің шыққанын көреді. Осы ауылдың соғымы сойылып бітпей күннің батқанын көру соғымшының маңдайына жазылмаған. Сайрамбай бұл ауылдың жылқысын кезекпен сойып, мерекелеп жатқан кезде Әлкен де соғымшы іздеп анда-мұнда шапқылағанды. Араздықтың аты араздық. «Менің соғымымды сойып берші», деп Сайрамбайға баруға дәті жетпеді. Көрші ауылдың бірер соғымшысына барып еді, одан нәтиже шықпады. Әуелім ол ауылдың адамдары: «Ойпырмау, өз ауылыңда соғым соятын бір азамат табылмағаны ма? Біздің соғымшымыз әуелі өз ауылының соғымын сойып алсын. Бабына келтіріп соғым соя алатын бір еркегі жоқ, неткен елсіңдер», деп Әлкеннің өзін мазақ етті. Ақыры Әлкеннің Сайрамбайға жүгініп, басын иіп алдына барғаннан өзге амалы қалмады. «Енді қайттым», деп басы қатып жүргенде, Әлкенге Құдайдың өзі көмектесті.
Сайрамбай екеуі мал суара барып, ауыл шетіндегі шыңырауда кездесіп қалды. Сайрамбайдың ауылдың бар соғымын сойып бітіп, қолының пышақтан, аузының арақтан босаған бір кезі еді. Қасапшының алдында әуелі өзің бас игенсің деп табалайтын адам жоқ. Құдық басында екеуден екеу ғана. Әлкен беттің арын белбеуге түйіп, Сайрамбайға алдымен өз сәлемдесті. Соғым науқаны аяқталып қалып, оның да қадірі қаша бастаған кез ғой. Пәлендей бұлданған жоқ. Әлкеннің сәлемін алып екі ауыз сөзге келісті. Әуелім бала шағаның, тіпті бірін-бірі көрместей болып жүрген Қатша мен Әлкеннің әйелінің де амандық саулығын сұрасты. Қатын дегенің ақымақ қой, деді Әлкен. Әйтпесе екеуміз жүз көріспейтіндей не бар еді? Мен совхоздың жаман тракторын алып қойды деп, сен өле қалған жоқсың. Сен қиратсаң, соғымыңды соймассың. Ол да ештеңе емес. Бәрінен бұрын болмайтынға дүрдараз болып, қыңырайысып жүрген қиын екен, Сәке. Сайрамбай не дей қойсын? Ымыраға келуге әзір екенін білдіріп, Әлкеннің сиыры су ішіп жатқан науаға жепелдемелетіп екі шелек су құйды. Әлкен де соғымшының мына елгезектігін жауапсыз қалдырған жоқ. Құдық басында жарты сағат бөгеліп, Сайрамбайдың да малын суарысты. Енді аздасын екеуі дым болмағандай қалжыңдасып, мәре-сәре болып тұр еді. Жарты жылдың ішінде екеуі бірін-бірі сағынысып қалғандай мау. Әңгімені бастаушы баяғы Әлкен, Сайрамбай қостаушы ғана. Әй, сонда деймін-ау, сен де безбүйрексің ғой. Мен тракторыңды алып қоямын дегенде шімірікпестен қасқайып тұрып, тракторыңның құлағын ұрайын, қарасудан қазатып жүрсем де аштан өлмеймін, дедің-ау, деп Әлкен ырқ-ырқ күлді. Енді қайтейін, қожаңдап шыдатпай бара жаттың емес пе? Сонда ішімнен Қатшаға не бетімді айтам деп қауіптеніп тұр едім, деп Сайрамбай да күлімсіреді. Қатындарды қойшы сол, бәрінен бұрын деймін де, бәрінен бұрын сенің 5 жастығың нақ көрмеге қойса болғандай жастығым еді. Шатырға шығарып күніге жаятының қызықтығын, эхе, деп күлді. Сайрамбайда, сенің ауданнан әкеліп көшеге шығарып күнде қағатын жастықтарың да тамаша еді ғой, деп екеуі көздерінен жас аққанша күліп, қотанды басына көтерді. Әй, Итай, 1 жыл туған төл деген атымыз бар ғой. Бір ауылда тұрып жарты жыл сөйлеспеу қиын екен. Өзіңді сағынып қалғандаймын бау. Кешкісін қатының дертіп біздің үйге келе қалыңдар. Өткен кеткенде еске түсіріп, біраз мауық басалық, деді Әлкен. Әлкеннің бұл жолғы Итай дегені айналайын дегеннен де қадірлі, артақты еді. Сайрамбайдың кәдімгідей көңілі бұзылып, теріс айналып кетті. Сайрамбай Әлкеннің соғымын, өңге жұрт соғым етін орталап жеп, жас еттің қызығы басыла бастаған шақта сойды. Жыл сайын елмен бірге Әлкен де соғым сояр алдында желпініп, соғым етінің қызығына күні бұрын мас болып, асып толып жүруші еді. Биылғы соғымының пәлендей қызығы бола қойған жоқ. Оның үстіне ай бойы қорада қамаулы тұрып қалған соғым арық болды. Сорпаға шығары ғана бар арық соғымының етін көжелеп отырып Әлкен, енді қайтып Сауранбаймен ұстассам, Әлкен атым өшсін деп талай-талай қарғанды. Сайрамбайдың да кек қайтарып өш ала алатынын кім білген? Ойпырмай, бәрінен бұрын Қатшаның Әлкеннің әйеліне көрсеткен қырай. Сайрамбай екеш Сайрамбайдың өзі де Әлкеннің әйелін іштей қатты аяды. Сонау құдық басындағы кездесуден кейін Қатша екеуі Әлкен үйіне қонаққа барды. Кіріптарлық не істетпейді. Әлкен мен әйелі бұл екеуін жек жаппар боп күтті. Әлкен жұқалап бастап соғым сою жайын айта бастаған кезде Қатшаның сөзге кейліге кетіп, соғымың сойылуын сойылады ғой. Біздің үйде талайдан бері жиналып, қаймағы алынбаған сүт тұр еді. Соған сеператордың жайы болыңқырамай қиналып жүргеніміз, дегені. Бұл енді баспа-бас айырбас тұғын. Сеператорыңды басы бүтін берсең ғана соғымың сойылады деген емеурінді түсініп, Әлкеннің әйелі түсі бұзылыңқырап қинала отырып, алсаңыз алыңыз дегенді әзер айтты. Сайрамбай Әлкенге қараса, төмен қарап жер жұқып отыр екен.
Басқаша жасаудың реті жоқ. Соғым союды енді кешіктіруге болмайтын. Қоштасып шығып бара жатып, қатша кесірлік пен керігудің көкесін көрсетіп, Әлкеннің әйеліне: «Сеператорды балалардан беріп жіберерсің, қазір көтеріп жүретін жайым жоқ», деді. Соғымын соя алмай отырып, соғымшының әйелінің сөзін екетер жайы қайдан болсын. Келесі күні қатша Әлкеннің әйелінің сеператорына сүт тартып отырды. Әлкеннің соғымымен биылғы соғым сою науқаны аяқталды. Келер жылдың соғымына дейін кім бар, кім жоқ. Соғымы сойылып біткен ауыл Сайрамбайға соғымшы деп емес, баяғы алаңғасар, жалқау Сайрамбай деп қарай бастаған. Сайрамбайдың өзі де аз күн патшалық құрып, тақтан түсіп қалған әмірше мына күніне көңілі толыңқырамай, қоңыл тақсып жүрді. Керісінше күн жылынып, төбе-төбенің ұшы қылтиып көріне бастаған шақта байқатпай алмасатын жыл мезгілінше агроном Әлкен, Әлекеңе, Секең кәдімгі Сайрамбайға айналып бара жатты. Қайран, алдамшы дүние. Ана жылы осы ауылдың қу ауыз біреуі көрші ауылға құдалыққа бармай ма? Құдалар жағы: «Құда, ауылыңның бастығы кім?» деп сұрамай ма? Анау: «Біздің елде жазда агроном, қыста соғымшы билейді» деген дейді. Я, би өзгермек, бимен бірге билік те өзгермек. Қашанда тұрақты үстемдік Құдайдың ғана үлесі болған. Биыл Сайранбай соғымшы Секеңнен кәдімгі Сайрамбайға айналып бара жатқан кезінде билік пен құрмет төрінен оп-оңай құлдырамау жағын ойлап бақты. Әудем жердегі қорыққа әне көшеміз, міне көшеміз деп жүрген шақта Қарасуда су сиыры бар көрінеді. Су сиырының кереметі сол, тісі түгелімен маржан екен дегенді естіген. Ойпырмай, су сиырының тісі түгел маржан болатыны қызық екен. Әр тісінің өзі пәленбай мың сом ақшау. Сонда 30 тісін түгел қағып алып, үкіметке өткізсем, шаш-етектен пайда табамау деп ойлады Сайранбай. Бұл ойын қатшаға айтып көріп еді, ол да жанып түсті. Ойбай-ау, күніне 10 оқ пен 11 қаз атып алатын Сайранбай деген атың бар емес пе? Қарасуда су сиыры бар екен, оның 30 тісінің бәрі маржан екен дегенде ести тұрып, үйде жатып алғаның келіспес, деді қатша беті албырап. Көкейінде «Қайран қыруар маржан-ай» деген арманның тұрғаны анық. Сайранбай оқ дәрісін түгендеп алып, Қарасуды 3 күн торуылдады. Ауру қалса да әдет қалмайды. Сайранбай айдында толып отырған қаз үйректі көріп, қызығып тұрса да оқ шығындаған жоқ. Жыл құсы оралып, балапан басып жатқан кезде құс аулаудың өзі ақымақшылық. Я басқан құстың еті көке жасық болушы еді. Оның үстіне оғының дені бытыра емес, қасқыр ататын құйма қорғасын тұғын. Бұрын соңды су сиырын кім көрген? Сиыр деген аты болған соң үйдей үлкен шығар, бытырамен құлату оңай болмас деп Сайранбай бұл оқты арнайы құйғанды. 3 күн, 3 түн Сайранбайдың көзі Қарасудың айдынында болды. Ақыры су сиырынан күдерін үзіп, қолын бір сілтеп үйіне қайтқалы жатқан. Иті әуелі абалап, ізінше зәресі ұша қыңсылай өріп, көл жиегінен жан ұшыра қашқан беті Сайранбайдың екі аяғының арасына келіп тығылды. Дәл сауыртысын су сиырының мүйізі оңдырмай іреп кетіпті. Сайранбай мылтығын кезеп көлге қарай жүгірді. Қамыс арасынан бұрын соңды көрмеген аңның қараңдап нуға еніп бара жатқанын көзі шалып қалды. Артынан тұспалдап атқысы келіп тұрды да, Сайранбай олы ойынан тез айныды. Армандай болған су сиырын үркітіп алам ба деп қорықты. Я сәт, жануар-ай, бар екенсің ғой. Анық Қарасудың айдынында екенің рас болса, менен қашып құтылмассың, деп ойлады Сайранбай, қуаныштан жүрегі жарылардай болып. Қарасуда су сиырының бар екеніне күмәні қалмаған Сайранбай сол күні-ақ ауылға барып шатыр әкелді де көл жиегіне құрып тастады. Онымен қоймай ауылдастарына көрген білгенін айтып сендіріп бақты. Осыдан бастап көл жиегіне Сайранбаймен бірге ауылдың қолы бос жігіттері де түнейтін болды. Армандары қайткенде де су сиырының қандай болатынын бір көру. Қатшада: Сайранбай-ау,
Сен енді қара басып ұйықтап қалма. Су сиыры су бетіне тым сирек шығады дейді ғой. Қасыңдағы ана балалардан мылтығыңды сақ ұста. Сен ұйықтап жатқанда масқара қылып су сиырын басқа біреу атып алмасын, деп қатты табыстады. Сайранбай аңшылыққа жаңа шығып отыр деп пең, қалайда су сиырының оп-оңай қолға түсе қоярына біртүрлі көңілім сенбейді. Әлкені де, әлкенмен арадағы басараздық да, Қалаберді сепараторды тартып әкеткен оның пұшық қатыны да құрсыншы. Бұл әлекті қойсақ қайтеді осы, деген Сайранбайға қатша бет бақтырмады. Бетім-ау, мынау не дейді тағы? Әу баста әлкенмен ұстасып нең бар еді? Қыр көрсетіп соғымын қыс ортасауа әзер сойып берген мен бе, әлде сен бе? Су сиырын атып алам, оның тісінің бәрі маржан. Әлкен итке дәулет салыстырғанды сонда көрсетем деп күпінгенің кеше ғана еді ғой. Неден қара басып жүнжей қалдың? Деді қатша Сайранбайдың намысына тигізе. Осал жері ғой. Бұл сөзден әумесер Сайранбайдың қаны басына теуіп шыға келді. Болды, деді ол үстелді тоқпақтап. Айтқаным айтқан, су сиырын атып алмасам үйге оралмаймын. Қатты шерікқан Сайранбай жолай дүкенге соғып, 3 жарты арзан шарап алды. Қара суға келсе, шатырында ауылының 2 баласы отыр екен. Манағы қатшаның мылтығыңа сақ бол, су сиырын басқа біреу атып алса, бар еңбегің зая кетеді деп қауіп қылған. Өзімен 2 күннен бері бірге түнеп, су сиырын бірге аңдысып жүрген серіктері. Екеуінің де жүзі әлем тапырақ. Мұны көрген сәтте қосарлана сөйлеп берсін. Әуелде дым ұқпаған Сайранбай жігіттердің біреуін тоқтатып барып, мән жайға қанықты. Тыңдап бақса, оқиға былай болған екен. Үлкендігі сиырдай хайуан қамыстан шығып, көл жиегіндегі батпаққа аунап шерек сағат жатыпты. Бұл екеуі қорыққандарынан шатырға тығылып жан сақтапты. Сайранбайдың бірінші сөзі: «Мүйізі бар ма екен?» болды. Бұлар мүйізін байқамапты. Ал енді салпаңдаған ұзын құлағын көргендері анық. Дұрыс, деп ойлады Сайранбай. Батпаққа аунауды әдет қылғаны жақсы. Жағаға шықса тек сол батпақ үшін ғана шығады. Сол кезін тап басу керек. Су сиырын таяудағы күндері атып алатынына имандай сенген Сайранбай көңілі орнығып, ауылдан алып келген 3 шартлығын серіктеріне татырмастан 2-ақ сағаттың ішінде ішіп алды. Тілі күрмеліп, мас болуға айналған кезде жігіттерге: «Мен ұйықтап демаламын, сендердің 2 көздерің көлде болсын. Су сиыры көрінсе мені оятасыңдар», деп табыстап қалың ұйқыға кетті. «Аға, ойбай аға, ойбай тұрыңыз, су сиыры!» деп жігіттер жұлмалап оятқан кезде Сайранбайдың мастығы тарқай қоймағанды. Ақ көйлек ақ дамбалмен шатырдан жүгіре шыққан. Ұйқылы ояу жүріп мылтығын шатырда қалдырыпты. Су сиыры теңкиіп жағадағы батпаққа аунап жатыр екен. Шатырға қайта кіріп, мылтығын алып шығуға кеш. Мен мылтығымды алып келгенше тоқтай тұр дейтіндей емес, су сиырының көлге сүңгіп кетері анық. Осы жерде Сайранбай әумесерлікпен алаңғасарлықтың көкесін көрсетіп, қаннен қаперсіз батпаққа аунап жатқан су сиырының үстіне ұранда байғайлаған күйі ырғып мінді. Сайранбай өзінің жартайдан бері арамтер болып аңдып жүрген хайуанының ешқандай да су сиыры емес, кәдімгі ауып келген тағы қабан екенін үстіне ырғып мінгенде ғана білді. Мынау су сиыры емес, қабан екен ғой деп түсіп қалуға тағы да болмайды. Қабанның оп-оңай жарып тастары анық. Бар тапқан амалы, салпаңдаған ұзын құлағынан шап беріп ұстап, сасқанынан атша тебініп қалған. Үстіне адам мінбек түгілі маса қонып көрмеген тағы хайуанға не жорық. Ақ көйлек, ақ дамбал киіп арқасына албастыдай қонжиған Сайранбайдан үркіп, есі шыға шыңғырған қалпы көлге қойды да кетті. Содан бері Сайранбайды көрген адам жоқ. Ел болып Қарасудың айдынын сүзіп, Сайранбайдың не өзін, не сүйегін таба алмады. Сайранбай өлген күні қасында болған 2 жігіт те аудандық милиция бөлімінде 3 күн түнеп қайтты. Тергеушіге айтатын жауаптары біреу ғана: Сайранбай көл жиегінде теңкиіп жатқан хайуанның үстіне мініп кеткен. Кессең міне бас.
басқа ештеңе білмейді. Ауылдастары Қарасуға қайта-қайта сүңгіп, Сайрамбайдың сүйегін іздеп жүргенде, көл жиегіне аудандық аңшылар қоғамының машинасы келіп жетті. Әркімнің бір жоғы бар. Оларға әрине Сайрамбайдың құны көк тиын. Іздегендері әудем жердегі қорықтан қашып шыққан тағы Қабан. Ауыл адамдары: «Қабаныңның құлағын ұрайын, өзі ғана жоғалып қоймай, білдей Сайрамбайымызды алып кетті емес пе?» десе, аңшылар қоғамының қазақша білмейтін инспекторы: «Ол тағы қандай аң еді?» дейтін көрінеді. «Өй, кешше, аңың не? Ол біздің соғымшымыз, осы ауылдың бір азаматы», деп ауыл адамдары шеке қызартысыпты. Бұл ауылдың осыншалық күрделі оқиғаны орысша тәптіштеп түсіндіріп берер адамы о бастан жоқ қой. Аңшылар қоғамының инспекторы да көл басынан ақыры дым ұға алмай кетіпті. Өлер Сайрамбай өлді. Сүйегін тауып жерлемегенмен жаназасын шығару парыз. Әлкен ауданға барып үкіметтің штатты молдасын алып келді. Молдадан гөрі сақтандыру агентіне көбірек ұқсайтын адам екен. Ауыл советтің Сайрамбай Жетібаев бәленінші айдың бәленінші шишыласында қайтыс болды деген куәлігі қайда? Деді молда дипломатынан сәлдесін шығарып басына орап жатып. Ауылдың аңқау жұрты бір-біріне қарасты. Бұл ел өлген малды актілеп санақтан шығаратынын білгенімен, адамның қайтыс болғанын куәландыратын құжат барын білмейді екен. «Жарайды», деді молда, «куәлікте тұрғанда ештеңе жоқ, марқұмның моласына барып Құран оқиық». «Молдеке, Сайрамбай марқұмдікі деген молада жоқ еді», деп көмілжіді жұрт. «Қалайша?» деп молда таң қалды. «Оу, ұйқылы ояу, көл жиегінде жатқан Қабанға қарғып мініп, суға батып кеткен, сүйегі табылмаған адамда мола қайдан болсын?» деген Әлкен күйіп кетіп. «Қабанға мініп кеткені қалай?» Молданың даусы тым ащы шықты. Сәлдесі де қисайып кеткен екен. Сайрамбайдың ағайын туғаны төмен қарап жер шұқып қалды. «Қабанға мініп кеткені қалай?» деді молда қайталап. «О дүниеге шошқа мініп кеткен адамға жаназа шығара алмаймын. Алла сақтасын». «О байқұс Сайрамбай-ай, Әлкенмен ұстасып нең бар еді? Әлкеннен байлық асырам деп өмірде бар жоғы белгісіз су сиырын аулап нең бар еді? Адам сияқты өле қалу да бақыт. Бәрін қойғанда, басқа көлік таппағандай, о дүниеге Қабан мініп кетіп нең бар еді? Ақыры міне, не сүйегің жоқ, не молаң жоқ, құмға сіңген судай ізім қайым жоғалдың. Ел жұртың жыл сайын соғым сою науқаны кезінде «Қайран Сайранбай-ай» деп сағынып еске алады. Одан не пайда? Өлген адам қайтып келмек емес. Сайранбай өлгелі бұл ауылдың соғымын Әлкен соятын болған. Арыстан құдыққа құласа, құрбақа құлағында ойнайды демекші. Мойнына алған адамға дым қиындығы жоқ екен ғой. Әуелде Сайранбайды есіртіп нем бар еді, дейді бұл күнде ол да. Ауылдастарының кейбірі: «Жоқ, Сайранбай өлген жоқ. Арақ сасыған Сайранбай ақ көйлек ақ дамбалмен арқасына қонжиғанда Қабан байқұстың жүрегі жарылып кетуі мүмкін. Ал Сайранбайдың өле қалуы, әй қайдам. Құдай біледі, Қабанға ат шамынып көлге қойып кеткеніне ұялып, әлде бір қиырға қашып кетті. Дәуде болса ол жақта да құрмет пен сыйға бөленіп, соғым сойып жүр, не қазаулап жүр. Екінің бірі. Қатын баласын сағынып, әлақ қайтып келеді дейтін көрінеді. Қыста қасапшы, жазда агроном, осыншалық қыруар құрметпен беделді бөлісу қайдан оңай болсын? Сендерді жоқты айтасыңдар, өлген адамның тіріліп келгенін көргем жоқ, дейді екен мұндайда Әлкен. Уа алдамшы дүние. Әңгіменің соңы.